Қазақстандық бизнесмендер су тасқынынан зардап шеккендерге қол ұшын созбай жатыр емес, көмектесіп бағып жатыр. Қазақстанның ең бай азаматтарының бірі Болат Өтемұратов 680 миллион теңге бөлген. Ал Назарбаевтың фонды Қазақстан халқына қорына 300 миллион теңге жіберіпті. Жалпы шотында 8 миллиард доллардан астам қаржы жатқан оның миллиардер күйеу баласы мен қызы Тимур мен Динара Құлбаева 1 миллиард теңге аударған. Назарбаевтың тағы бір қызы Дариға Назарбаеваның ақша аударғаны белгілі, бірақ нақты неше екені еш жерде жазылмаған. Самұрық қазына су тасқынының салдарын жоюға 15 миллиард теңге бөлсе, мұнайдың ортасында отырған Теңіз-Шевройл компаниясы 2 миллиард теңге аударған. Су тасқынынан зардап шеккендерді қолдау үшін Халық банкі 1 миллиард теңге, Жусан банк 300 миллион, Банк Центр кредит пен Еуразиялық банк 200 миллион теңге жіберген. Бірақ осының бәріне Лантадзе мен Ким асып түсті. 20 миллиард аударып отырған Каспий КЗ компаниясы осыған дейін де жолдарды жөндеп, керек жарақтарды сатып алуға 620 миллион теңге бағыттаған. Сондай-ақ өткен аптада Вячеслав Ким Ақмола облысында 5 қабатты тұрғын үй құрылысының жобасын қаржыландырды, әрі зардап шеккен елді мекендердің инфрақұрылымын қалпына келтіруге